Санда бір оқпен екі қоянды атып үлгерді. Грузияның Батуми қаласына барып демалып бейнебаян түсіруге де уақыт тауыпты. Санда осыдан 1,5 жыл бұрын Ринат Гайсиннің қаламынан шыққан «Өмір бақыт» әнін студияда жазып үлгерген. Алайда оған бейнебаян түсірудің сәті жақында ғана түскен көрінеді. Там город очень красивый. Батуми қаласы архитектуралық тұрғыдан өте әдемі. Кадрда сарқырама, кішкене кемелер және әдемі табиғат көрінісі бар. Ал мен болсам барлық жарқын эмоцияларымды көрсетуге тырыстым. Әннің мағынасы әр күніне шүкіршілік етіп, өмірге қуана білу. Бейнебаянның түсірілімі кезінде қаржы да көп кетпеген көрінеді. Туристік агенттікте продюсері Эрик Тастимбековтың таныстары табылып, Грузияға саяхатта жеңілдікпен берілген көрінеді. Ал түрлі образдарға арналған киімдерді де Жадос ән үйі ұсыныпты. То есть это все. Мұның бәрі менің продюсерімнің беделінің арқасында деп ойлаймын. Ол өте сыйлы адам, бәрі оны таниды. Сондықтан достық қарым-қатынастың арқасында бейнебаянға қажетті нәрселердің барлығы оңайлықпен табылды. Онымен қоса жақында Санда Кентал мен Жаль әніне бейнебаян түсірмек. Ол отбасылық өмірдегі және ажырасу кезеңіндегі қиындықтарды суреттейді. Песня о расставании. Ән айырылысу туралы. Балалары бар жас отбасы ажырасып тынады. Жолдасы жарын қайтарғысы келгенде тым кеш болады. Ол екінші рет тұрмыс құрып үлгереді. Хэппи-эндпен аяқталмайтын хикая. Өмір бақыт жаңа бейнебаянын тыңдармандар 3 аптадан кейін, яғни жаз айында тамашалай алады. Сол кезде бағасын да бере жатарсыздар.